Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге Каскенова Мадина Дәуреновна, Ыбырай Алтынсарин атындағы Рудный әлеуметтік-гуманитарлық колледжінің бастауыш білім беру мамандығының 4-ші курс студенті. Сабақ тақырыбы: тыныс алу мүшелері. Оқу мақсаттары. Сабақ мақсаттары. Жақсы балалар, көңіл күйлерің қалай? Қане, сабағымыз керемет көңіл күйде өту үшін мына өлең жолдарын оқиық. Қол ұстасып бәріміз жылылықты сезейік, шуақ шашқан күндей боп күлімсіреп жүрейік. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Енді балалар, біз өткен сабақты есімізге түсірейік. Қазір біз өткен сабақты өзін бағалау ойын арқылы есімізге түсіреміз. Ойын шарты: кім қандай баға алғысы келетіні, қандай баға алуға дайын екенін өздерің айтасыңдар, және сол айтқан бағаларыңды ақтап, одан да жоғары баға алуға тырысыңдар. Мысалы, Аяла 4 деген бағаны алуға дайын. Сол себепті Аяла өз бағасын, яғни 4-ті ақтап шығарып, одан да жоғары баға алуына тырысу керек. Мысалы, ол өткен сабақта қандай тақырып өтті, не түсінді, ас қорыту дегеніміз не, және ас қорыту жолын айтады. Жарайсыңдар балалар, өткен сабақта біз ас қорыту жүйесі тақырыбын өткен болатынбыз. Ол сабақта ас қорыту, аш-ішек, тоқ-ішек және тағы да басқа жайлы мағлұматтарды алған болатынбыз. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Енді балалар, мына суретке назарымызды аударайықшы. Не көріп тұрсыңдар? Мұрын не үшін керек? Жарайсыңдар. Мұрын мен аузымызды басып демалмай отырайықшы. Не күйде болдық? Дұрыс, ауа жетіспей демала алмай қалдық. Демек, балалар, мұрын біздің өмірімізде маңызды рөл атқарады екен. Жарайсыңдар балалар. Балалар, сендер осы сұрақтарға қарап, бүгінгі сабағымыз не жайлы болмақ деп ойлайсыңдар? Өте дұрыс. Бүгінгі сабағымыз тыныс алу мүшелеріне байланысты болмақ. Сабағымыздың тақырыбы тыныс алу мүшелері деп аталады. Енді балалар, қазір 3 топқа бөлінеміз. Әр 3 топ, яғни 3 парта 3 топқа бөлінеді. Енді мына тапсырманы орындамас бұрын алдымен мына бейнебаянға назарымызды аударайық. Біз демді ішке тартамыз және шығарамыз. Алайда сол сәтте біздің тәнімізде ондаған күрделі үдерістің жүретіні туралы ойламаймыз да. Себебі денеміздегі әрбір жасуша демалады. Өмір сүру үшін жасушаларға оттегі қажет. Бірақ оттегі оларға қалай жетеді? Біздің тыныс алу жүйеміздің құрылымы қандай? Организмдегі барлық үдерістерді, оның ішінде тыныс алу жүйесінде, ол тек дем тарту мен шығарудан ғана тұрмайды. Бірінші кезең ішкі тыныс алу. Ол жоғарғы тыныс алу жолдарынан, мұрын, ауыз және жұтқыншақтан басталады. Адамдар, егер әрине салқын тиіп, не тұмауратпаған болса, мұрынмен демалады. Мұрынмен өткен ауа жыбырлағыш эпителий арқасында шаңнан тазартылады. Осы бір кішкентай түктер мұрында қақтай өсіп, тұтасып тұрады. Олар ауамен енген тозаңды ары қарай өткізбей ұстап қалып, кейін сыртқа шығарып тастайды. Кейде осы бір кішкентай түктер бізді түшкіруге мәжбүрлейді. Шаң тозаң тығыз ұйысып жиналған кезде, олар организмнің басқару орталығы, миға жедел түрде хабарлайды. Бұйрық сол арадан келіп түседі. Тамақ жабылып, жылдам дем шығару үдерісі жүреді. Өте қатты түшкіру кезінде өкпеден шығатын ауаның жылдамдығы сағатына 160 километрге дейін артады.
Жоғарғы тыныс алу жолынан өткен ауа тазаланып қана қоймай, жылытылады да. Ол осындай күйде ары қарай төменгі тыныс алу жолына, көмей, кеңірдек және бронхқа келіп жетеді. Көмей, айта кетер жайт, дыбыс шығару қызметінде атқарады. Онда дауыс шымылдығы орналасқан. Ал кейін ауа кеңірдек арқылы жолай, одан ары тазартылып, бронхқа өтеді. Жарайсыңдар балалар, бейнебаянда қарап болдық. Енді бейнебаян не жайлы екен? Тамаша. Енді қазір балалар, мен сендерге алдарына 6 сурет көрсетемін. Әр топ 2 суреттен таңдап алыңдар. Жақсы таңдап болсақ, онда бізде бірінші топ мұрын және ауыз суретін таңдаған болатын. Екінші топ жұтқыншақ көмейдің суреті, ал үшінші топ өкпенің суретін таңдады. Ендеше балалар, суреттерді таңдаған болсақ, әр топ әр органның қызметін түсіндіріп өтесіңдер және адамның ішкі ағзаларының орналасуын анықтаңдар. Жарайсыңдар балалар, сендер бұл тапсырманы өте жақсы орындадыңдар. Енді балалар, келесі тапсырмамызға көшейік. Ауаның саяхаты. Балалар, ауаны жұтқанда бірінші қайда барады? Дұрыс айтасыңдар, бірінші мұрынға барады. Ал мұрыннан кейін ауа қайда түседі? Әрине, мұрыннан кейін ауа кеңірдекке түседі. Балалар, ауа өкпеге не арқылы жетеді? Дұрыс айтасыңдар. Кеуде қуысында кеңірдек арқылы өкпеге ауа жеткізілетін 2 бронхларға бөлінеді. Олар өкпеге жалғасады. Жарайсыңдар балалар, бұл тапсырмаға өте жақсы қатыстыңдар. Енді келесі тапсырма өзіңді тексер деп аталады. Бұл тапсырмада сендер тыныс алу мүшелерін ретімен атап шығу керексіңдер. Қанекей орындаймыз. Жақсы орындап болсақ, онда тексерейік. Ең бірінші бізде мұрын, кеңірдек, бронхлар, оң жақ және сол жақ өкпе. Бұл тыныс алу мүшелерінің реті. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Енді балалар, мына суретке назарымызды аударайықшы. Бұл суретте сендер тыныс алу жүйесі неден тұратынын және олар қалай орналасатынын табу керексіңдер. Қанекей тапсырманы орындаймыз. Жарайсыңдар, ал енді тексерейік. Тамаша балалар, өте жақсы. Енді сабағымызды қорытындылайық. Қорытынды я, жоқ ойын арқылы өтетін болады. Мен қазір сендерге сөйлем айтамын, сендер оны я немесе жоқ деп айтасыңдар. Солайша сабағымызды қорытындылаймыз. Ауасыз өмір сүре аламыз? Жоқ. Дұрыс. Ауаны жылытып ылғандыратын мүше мұрын. Я, дұрыс. Ауа тек қана далада болады. Жоқ. Ауа біздің айналамызда. Ас қорыту мүшесі өкпе. Жоқ. Дұрыс айтасыңдар. Ауамен тек қана адамдар демалады. Жоқ, әрине. Балалар, ауамен барлық қоршаған ортадағы тіршілік етіп жатқан жануарлар, адамдар демалып жатыр. Әрбіріміздің өкпеміз арқылы күніне 12 тонна ауа өтеді. Я, ол рас. Өкпе кеуде қуысында орналасқан. Я, балалар, дұрыс. Жарайсыңдар балалар, бүгінгі сабақты өте жақсы түсінген екенсіңдер. Енді рефлексия. Қане, мен үйренген 4 мәлімет.
Мен білген 3 мәлімет. Менен көбірек білгім келген 2 мәлімет. Есте сақтау керек бір маңызды мәлімет. Қанекей балалар, рефлексияны орындайық. Жарайсыңдар балалар, орындадық, енді кері байланысымызды өтейік. Балалар, қане, бұл жерде бізде көңілсіз, қызықсыз болды. Сұрақтарым бар. Сабақта берілген тапсырмаларды орындадым. Жаңа мағлұматтар алдым. Тақырыпты түсіндім. Көңілді, қызықты болды. Қане, осылардың қайсысы сендерге жақынырақ? Егер сабаққа қатысты сұрақтарың болса, онда сұрақ белгісін маған көрсетіңдер. Жақсы, балалар. Енді үй тапсырмасын жазып алайық. Тыныс алу жолдары, мұрын, кеңірдек, бронхолар, оң жақ және сол жақ өкпе жайлы мағлұматтар жинап келеміз. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.